Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев Корея Республикасының еңбек миграциясы жөніндегі өкілдерімен кездесті. Кездесуде екі ел арасындағы ынтымақтастық тақырыбы талқыланды. Жиынға Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі, сондай-ақ жергілікті атқарушы билік өкілдері қатысты. Корей тарапы еңбек миграциясының бағдарламасын таныстырды. Аталған жүйе Кореядағы жұмыс күші тапшы салаларға шетелдік азаматтарды заңды түрде тартуды қарастырады. Егер бұл бағдарламаны Қазақстан қолдаса, өңірде арнайы оқу орталықтарын ашу көзделген. Алматы облысының әкімі корейлік делегацияға қажетті қолдау көрсетуге дайын екенін жеткізді. На сегодня у нас проводится второй этап. Қазіргі таңда келіссөздердің екінші кезеңі өтіп, бірінші кезеңдегі талаптарға президенттер деңгейіндегі меморандумға қол қойылған болатын. Ал бұл екінші кезеңде Қазақстанның еңбек күшін Кореяға жіберуге қаншалықты дайын екені көрсетіледі. Осы мақсатта Корей делегациясы бірқатар нысандарды, атап айтқанда арнайы колледждер мен оқу орындарын аралап, дайындық деңгейімен танысуда. Егер барлық талаптар орындалып, келіссөздер сәтті аяқталса, алдағы уақытта толыққанды меморандумға қол қою жоспарланып отыр.